Уақыт өтеді, есімдер ұмытылады. Бірақ халықтың жүрегінде мәңгі сақталатын тұлғалар бар. Солардың бірі Бейсен Құранбек. Бұл өмірде не бар? 5 күндік жалғанда сыйластықтан артық. Бірақ сыйласу үшін де қарап отырмау керек, қарекет ету керек. Созылған қолға өз қолыңды да ұсыну керек. Артық ауыз айтылған сөздерді кешіру керек. Меніңше біз көбірек зейінді, көбірек мейірімді, көбірек аңғарымпаз болуымыз керек. Бақытты болуға кім лайықты? Шын мәнінде бақытты болуға сол күрескен әрбір адам лайықты. Бір адамның ғұмыры бар. Сырт көзге жай ғана өмір. Ал шын мәнінде тұтас дәуірдің айнасы. Жетісудың киелі топырағынан шыққан бір адал азамат елдің үмітіне, халықтың дауысына айналды. Ол биік мінберден емес, жүректен сөйлей білді. Әр сөзі шындықтың салмағы, әр ісі адамдықтың айғағы еді. Халықты мұның өз жүрегінен өткізіп, елмен бірге қуанып, елмен бірге қайғырды. Бейсен Құранбек елдің ең сенімді азаматы, халықтың жарасын сөзбен емдеген журналист. Шындықтың соңғы шебін қорғаған тұлға. Өмірі қысқа болды, бірақ мән ұзақ. Ол өмірден өтті, бірақ оның артында жарық із, ізгілік пен иманнан өрілген жол қалды. Кей адамдардың ғұмыры жылдармен емес, қалдырған ізімен өлшенеді. Сол із халықтың жадында, елдің жүрегінде мәңгі сақталады. Бейсекең жүрегі кең. Ең бірінші айтатын болсақ, жүрегі кең. Жаңағы айтамыз ғой, өзі жұдырықтай ғана жұмыр ет, бірақ енді оған жаңағы мейірім, шапағат, жанашырлық, жаңағы тағы не дейміз, отансүйгіштік, обал сауап деген сияқты түрлі мынау адам баласына, соның ішінде мұсылман баласына тән қасиеттер сыйып тұратын да Бейсекеңнің жүрегіне. Сөзбен топырақ мінез деп айтуға болатын шығар. Өзі болмыстан өте қарапайым ол кісі. Елдер мысалы енді оны теледидардан көргеннен кейін, теледидардағы адам бір аспандағы жұлдызбен тең сияқты ғой. Қарапайым адамдар ой Бейсеке деп осы алдынан қағышып жүгіреді. Соның өзінде Бейсекең мысалы Жетісуда директор болып тұрған кезінде өздерінің командасымен, шопырымен әртүрлі сапарларға барады, ауылдарға барады. Сондай кезде өзі төрге отырмай, қасындағы рөлге отырған шопыры жасы үлкен болғаннан кейін сол кісіні төрге отырғызып қоятын. Сіздің жасыңыз үлкен, мен лауазым үлкен болғанмен сіз батай беріңіз деп төрге сол қасындағы кісілерді отырғызатын, жасы үлкен кісілерді. Әкең сені жақсы көре ма? Иә. Сен әкеңді жақсы көресің ба? Иә. Қайтып жақсы көресің? Өмірін халыққа қызмет етуге арнаған тұлға, айтуға оңай арқылы елдің мұңын тыңдап, шындықтың үні болды. Қарекет арқылы мейірімді іспен дәлелдеп, үміт отын жақты. Бейсен Құранбек қарапайым көрінгенімен, әр сөзі мен әр әрекеті ұлт үшін маңызды. Оның өмірі үнсіз қызмет арқылы жасалған үлкен сабақ. Қарапайым жүректе туған ұлы із әлі де ел жадында жаңғырып тұр. Ол тек сөзбен емес, нақты әрекетімен халыққа үлгі болып, әр істегені елдің болашағына бағыт берді. Ол атақ үшін емес, адалдық үшін өмір сүрді. Халық үшін жанын салды. Оның дауысы өшті, бірақ сөзі мәңгі. Денесі топырақта, бірақ рухы биікте. Бұл жай ғана өмір емес, бұл қарапайым адамның үлкен тарихы.